Орталық сайлау комиссиясы шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың байқаушыларын тіркеуді аяқтады. Барлығы 1026 адам аккредитацияланды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ТМД және Шанхай ынтымақтастық ұйымы миссиялары, түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі, түркі тілдес елдердің парламенттік ассамблеясы мен ислам ынтымақтастығы ұйымының өкілдері және 37 мемлекеттен байқаушылар тіркелді. Орталық сайлау комиссиясы сайлаушыларға мекен жайы бойынша тиісті бөлімшесі анықтауға көмектесу үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарымен тығыз жұмыс істеуде. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың айтуынша, аймақтағы сайлау бөлімшелері жауапты науқанға дайын. Біз күнде олармен қарым-қатынастамыз, олармен звондасып отырамыз. Әрбір мысалы орталық сайлау комиссиясының мүшесі өзінің 3-4 аумағы бар. Кәдімгідей жауапты сол аумақтарға 9 миллионнан астам біздің сайлаушыларымыз 9741 учаскелерге келіп, өздерінің дауыстарын беріп, осы науқанды солай дұрыстап бітіреміз деген ойдамыз. Сонымен қатар елімізде су тасқыннан зардап шеккен өңірлердегі тұрғындардың сайлауға қатысу жайы да назардан тыс қалған жоқ. Жергілікті сайлау комиссиясы аудан, ауыл әкімдерімен бірлесе отырып, табиғи апаттан зардап шеккен азаматтардың дауыс беруіне барынша жағдай жасау қажет. Тіпті олар эвакуациялау бекетінде де өз таңдауын жасай алады.